Бала тәрбиелеуде кездесетін 8 негізгі қателік. Бала тәрбиесі ешқашан салғырт қарауды көтермейтін аса бір күрделі де маңызды іс. Адамды адамдық қалыпқа келтіретін де, аздырып тоздыратын да тәрбие жұмысы. Кейбір ата-аналар бұл мәселеде жиі алаңдайды. Ал статистикаға сүйенсек, көптеген ата-аналар баланы дұрыс тәрбиелеп жатқанына сенімді. Мүмкін олардікі дұрыс, мүмкін қате. Біз психологтардың ұсынатын бала тәрбиелеу кезінде ата-аналардың бейсаналы түрде жасайтын 8 негізгі қателіктер тізімін жасадық. Бізде сондай-ақ баланың өз-өзіне сенімді тұлға болып қалыптасуына көмектесетін кеңестер бар. Ең бірінші қателік — шағым айту жаман. Балалар басқа балаларға шағымданғанда үлкендер шағымданба деп жиі жауап береді. Негізінен баланы проблемаларын өзі шешуіне үйрету жаман емес, бірақ оның нәтижесі басқаша болуы мүмкін. Психологтар мектеп ортасында проблемаларды үнсіз қалдыру тенденциясын байқайды. Олардың айтуынша, көптеген балалар жалақор атанудан қорқып, жәбірлеу және әлімжеттік туралы айтпайды. Сондай-ақ бала өз сезімдерімен бөліспесе, болашақта да дәл солай болары анық. Балаларды не нәрсеге үйрету керек? Ашық әрі әділ болуға. Ата-аналарға өз балаларын әділетсіз әрі қиын ситуациялары туралы ашық айтуды үйрету керек. Тіпті үлкендердің ойынша олардың проблемасы түкке тұрғысыз болса да. Бала өзіне көмек керегін әркез түсіндіре алмайды. Сондықтан оған қай кезде көмек керек, ал қай кезде ол проблеманы өзі шеше алатынын түсіну үшін сіздерге бір команда болу керек. Нөмір 2 қателік — бала өзінің жағымсыз эмоциясын көрсетпеуі керек. Баланың қиналғанын, жылағанын, ашуланғанын, ренжігенін көру ата-аналар үшін оңай емес. Сондықтан кейде жетер, жылама енді деп айқайлай салған оңай. Баланың жағымсыз әрекетіне мұндай реакция оған зиян тигізеді. Оның эмоциясының себебін анықтаудың орнына сіз өзіңіздің қолайсыз жағдайдан құтылуыңызды ойлайсыз. Бұндай жағдайда сіз балаға айқайласаңыз, ол келесідей қорытынды жасауы мүмкін. Біріншіден, оны ренжіткен нәрсе емес, ол жаман. Екіншіден, жағымсыз эмоциялардан ұялып, оларды жасыру керек. Үшінші, оның сезімдері сіздікі сияқты маңызды емес. Болашақта бұл баланың өз ата-аналарына, үлкендерге деген сенімін жоғалтады. Олар эмоцияларын өздерінде ұстап, олардың шығуына жол бермеуге әдеттенеді. Нәтижесінде бұл агрессияға, жүйке бұзылысына, тіпті психологиялық ауытқуларға әкелуі мүмкін. Жағымсыз эмоцияларды сыртқа шығару керек, әйтпесе олар жүйке жүйесіне салмақ салады. Баланы не нәрсеге үйрету керек? Өз эмоциясын конструктивті жолмен жеткізуге. Сіздің балаңыз өз эмоциясын әзірге басқаша шығара білмейді. Сондықтан оған өзінің негативін деструктивті емес, конструктивті түрде қалай білдіруге болатынын үйрету үшін сіздің көмегіңіз қажет. Оның сезімдері маңызды екенін білдіріңіз және онымен сөйлесіңіз. Егер ол жұрттың көзінше есірсе, оны оңаша жерге алып кетіңіз және ол тынышталмайынша қасында болыңыз. Баланың не нәрсеге ренжігенін сұраңыз және шешімін табуға тырысыңыз. Үшінші қателік — бала мұғалімдерге де, достарына да, көршілерге де ұнауы керек. Барлық ата-аналар балаларының басқалармен тату болғанын армандайды. Бұның артында мектепке проблема болмасын деген тілек жасырынған. Егер сіз мұғалімдерден теріс пікір естімесеңіз және балаңыз ешкіммен төбелеспей, дауласпай жүрсе, бұл жақсы белгі, иә? Онша емес. Сіз баланы бәрімен тату болуға үйретсеңіз, ол өз құрдастары одан гөрі маңызды деп ойлауы мүмкін және оған сыныптастарының барлық өтініштерін орындау керек деп түсінеді. Бұндай жағдайда сыныптастарына көшіруге беру қажеттілігін, тіпті олар үшін үй жұмысын орындау қажеттілігін достықпен шатастырып алу оңай. Жастайынан барлық өтініштерді қайтармауға үйренген балалар нәтижесінде өзін-өзі бағалауы төмен, ерік-жігері әлсіз адам болып ержетеді. Баланы не нәрсеге үйрету керек? Басқаларға құрметпен қарауға, бірақ өз көзқарасын қалыптастыруға. Бала өзге үшін өзінің мақсаты мен қызығушылығын құрбан етпеу керек. Оны қаламайтын нәрсесін жасауға мәжбүрлеген дұрыс емес. Егер оның сыныптастары одан көшіргісі келсе, өз балаңызды жоқ деп сенімді әрі әдепті түрде айтуда қолдаңыз. Ол балалардың ешқашан онымен дос болғысы келмейтіні анық.
Өзін қорғай алатындар нәтижесінде өз қадірін білетін және мақсаттарына қол жеткізе алатын адам болып есейеді. Нөмір 4-ші қателік: нашар бағамен жақсы жұмыс таба алмайсың. Егер бала үй жұмысын орындамаса, не бақылау жұмысында нашар баға алса, оған өскенде аула сыпырушы боласың деп айта салу оңай. Бірақ балаңызды үздік оқушы етіп шығаруға тырысқанда абай болыңыз. Әрине, жоғарғы баға бұл керемет. Баланы жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуге ынталандыру керек. Бірақ егер ол табысты бағамен өлшей бастаса, оны болашақта жолында кездескен кедергіні жеңе алмағанда түңіліп кетуі мүмкін. Мәселен, өзі таңдаған оқу орнына түсе алмаса, не армандаған жұмысына орналаса алмаса. Өмір әркез әділетті емес, шынайы өмірде бәрі де басқаша. Балаға нені түсіндіру керек? Жақсы баға үшін емес, білім алу үшін бар ынтасымен оқу. Әрине, білім алу аса маңызды. Ол көптеген биіктерді бағындырып, баға жетпес тәжірибе береді. Алайда күнделіктегі бағадан гөрі үйрену, икемделу маңыздырақ. Сонымен қоса, егер балаңыздың оқуы жоғары көрсеткіште болмаса, бұл оның ақымақ екенін білдірмейді. Гарвард профессоры Говард Гарнер интеллекттің 8 типін белгіледі. Мыналармен қосқанда: кеңістіктік, музыкалық, кинестетикалық интеллект. Ал мектепте стандарттық тесттердің көмегімен баланың тек логикалық интеллектін бағалайды, ал басқа да түрлерін қарастырмайды. Мүмкін баланың соған икемі болуы ғажап емес. 5-ші қателік: балаларға ең жақсысын әрі қымбатын сатып алу қажет. Ата-аналар балалардан ештеңе аямайды. Оларға бар сұрағанын алып беруге тырысады. Себебі баланың қуанышқа толы жүзін көргеннен асқан бақыт бар ма? Ал бақытты бала бақытты ата-ана, солай ма? ақш социологтары балаларға арналған шығын бұл елде жыл сайын көбейіп келе жатқанын айтады. Қаржы маманы Эшли мәлімдеуінше, ата-аналар балалар үшін ақылға қонымсыз затқа көп ақша жұмсайды екен. Ол расымен сіздің сатып алған затыңыз балаға қажет пе екенін ойлауды кеңес береді. Мүмкін сіз өз балаңызға балалық шағыңызда болмаған нәрсені беруге тырысасыз, әлде олардың махаббатын сатып алғыңыз келе ме? Әдетте қалаған бәрін алатын бала ерке тотай болып өседі. Сонымен қоса бала сізден көргенін қайталайды. Және егер сіз ысырапшыл болсаңыз, олар да солай жасайды. Баланы не нәрсеге үйрету керек? Ақшаға жауапкершілікпен қарауды үйрету керек. Үнемдеу сізді жаман ата-ана етпейді, керісінше қаржылай сауатты ата-аналар жақсы үлгі болады. Бала ақшаның қадірін біліп, оны дұрыс қолдануды үйренеді. Керек уақытта берілген сыйлық жақсы, алайда балаға сұрағанының бәрін алып бере берген жөн емес. Жанұядағы қарым-қатынас махаббат пен сыйластыққа негізделуі керек. Иә, балалар сізді жай ғана емес, олар үшін сатып алған затыңыз үшін жақсы көретін болады. Өскен соң олар басқа адамдарды өз қажеттіліктеріне қолданатын болады. Олар эгоист болып, өмірлерін жалғыздықта өткізуі де мүмкін. 6-шы қателік: жазалау баланы бір нәрседен айыру. Баланың мінез-құлқына реакцияның екі тәсілі бар. Мадақтау балаға оның әрекеті дұрыс екендігін көрсетеді, ал жаза керісінше олай істеуге болмайтынын түсіндіреді. Мұндай реакцияларды 4 категорияға бөлуге болады. Бірінші, позитивті мадақтау балаға қалағанын беруді білдіреді. Мысалы, балмұздақ. Екінші, негативті мадақтау керісінше балаға ұнамайтын нәрсені жоққа шығарады. Мысалы, ерте жатып ұйықтау. Үшінші, позитивті жазалау балаға аса ұнамайтын тапсырма беруді ұсынады. Мәселен, ыдыс-аяқ жуу. Төртінші, негативті жазалау балаға ұнайтын нәрседен оны айыру. Мысалға, ойын ойнаудан. Әдетте ата-аналар баланы жазалағысы келсе, соңғы тәсілді қолданады. Ол төмен баға алғанда теледидар қарауға, телефон ұстауға тыйым салу ең оңайы емес пе? Бірақ мұндай жазалау шынымен оң нәтиже бере ме? Анық емес, кем дегенде сарапшылар осындай пікірде. Психологтар баланы бірдеңеден айыру жазалаудың ең тиімді әдіс емес екендігін бұрыннан айтуда. Көп жағдайда жазалау ата-ананың көңіл күйіне байланысты. Сіз баладан оған ұнайтын затын алып қойғанда, кім мықты, соныкі дұрыс деген ойға итермелейсіз. Баланы не нәрсеге үйрету керек? Қателіктер жазаланбауы тиіс. Баланың әрекетін бақылаңыз. Бәлкім бұл сіздің көмегіңізді сұрау әрекеті шығар.
Егер балаңыз бәрібір жазалану керек болса, оған қосымша тапсырма беріңіз. Мәселен, бөлме жинастыру. Мүмкін ол сол кезде өз қателігін түсінеді. Ең бастысы әділетті болыңыз. Бала бәрін күш шешеді деп ойламауы тиіс. 7-ші қателік: бала бос отырмауы керек. Көптеген ата-аналар баланың бос отырғанын ұнатпайды. Себебі оның бос уақыты болса, ол келеңсіз жағдайларға тап болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ оны мектептен тыс түрлі шараларға қатыстырып, не спортпен айналысуға мәжбүрлеудің керегі жоқ, егер оған қызық болмаса. Бұл жағдайда сіз пайдадан гөрі зиян көбірек тигізесіз. Сіздің бар уақытыңызды алатын балалар өскен соңда басқалардан соны күтетін болады. Олар тіпті өзіне назар аударту үшін жаман әдеттерге баруы мүмкін. Сонымен қоса, баланы барлық жерге қатыстыра берсеңіз, би, спорттық секциялар, театрлық топтар және тағы басқа, онда сіз оны өз-өзімен қалу мүмкіндігінен айырасыз. Бұл оған өте маңызды. Сабақтан тыс іс-шаралар бұл өте жақсы. Ең бастысы, асыра сілтеп жібермеңіз. Баланы не нәрсеге үйрету керек? Өзіңмен өзің қалу қалыпты жағдай. Психологтардың айтуынша, егер ата-аналар балаға өзімен өзі қалуына мүмкіндік бермесе, балалар дербес тұлға бола алмайды. Балаға ойыншық, кітап беріңіз, бірақ ол немен айналысатын өзі таңдасын, ал өзіңіз біраз демалыңыз. Сізге бұл артық етпес. 8-ші қателік: балалар ойыншықтармен бөлісуге міндетті. Бөлісу бұл жақсы, солай ма? Мүмкін, бірақ бәрін емес. Өз қалауынсыз заттарын беруге мәжбүр балалар нәтижесінде мүлде бөліспеуді жөн көреді. Мұндай жағдай көбінесе кішкентай бала үлкеннің ойыншығын сұрағанда болады. Өзіңізді баланы орнына қойып көріңіз. Сізге өз жеке затыңызды біреуге берген ұнай ма? Сіз оны сындырып не бүлдіріп тастайды деп алаңдамайсыз ба? Көптеген ересек адамдар бөліскенді ұнатпайды. Ендеше сіз неге оны өз балаңыздың жасауына мәжбүрлейсіз? Балалар өз заттарын ерекше жақсы көруі мүмкін. Тіпті ол кішкентай ғана ойыншық болса да. Бұған олардың көзқарасымен қараңыз. Бұл ойыншық олар үшін өте маңызды болуы мүмкін. Олардың өз ойыншықтарын жақсы көретіндері соншалық, оны біреуге ойнай тұруға беру бүкіл әлемін бергендей әсер етуі мүмкін. Баланы не нәрсеге үйрету керек? Әділетті жағдайда бөлісуді үйрету керек. Балалар өз ойыншықтарымен бөліскісі келсе, мақтаңыз. Сонымен бірге әділетті болуға үйретіңіз. Егер аулада сіздің балаңыздан біреу добын сұраған кезде, бірге ойнаса немесе ойыншықтарын алмасып ойнаса болады. Және ол ойыншығын бергісі келмесе, бұл қалыпты жағдай. Оны жағдай маңызды заттар туралы болғанда жоқ деп айтуға үйретіңіз. Әйтпесе ол өзін ұмытып, бәріне жағымпаз адам болып өседі. Бұл қателіктер сіздерге таныс па? Комментарийға өз тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер. Видеоны өз достарыңызға, әсіресе баласы бар таныстарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Және бізге тіркеліңіздер.